Сәлеметсіздер ме? Ағылшын тілі халықаралық тіл. Бүгін болмаса, ертең міндетті түрде ағылшын тілін білу қажет болады. Сондықтан сіздерге осы видео сабақтарды ұсынып отырмыз. Кез келген тілді меңгеру үшін ол тілдің әріптерін, дыбыстарын білу қажет. Яғни фонетикасынан бастау керек. Сонымен, бірінші сабақ әліпби деп аталады. Бұл сабақта ағылшын тілінің әріптері мен оқылуын қарастырамыз. Ағылшын тілінде латын алфавиті қолданылады, бірақ дегенмен бізге таныс әріптер өзгеше аталады және әртүрлі оқылады. Мысалға, А әрпі A деп аталады. Ағылшынша адамның есімі немесе аты name деп аударылады. Келесі бізге таныс әріп E. Ол I деп аталады. Маған ағылшынша me. I үстіңгі нүктесімен I болып аталады. Уақыт time. Бірақ дегенмен әріптер әрқашанда өз атауымен оқылмайды. Өйткені ағылшын тілінде 40 дыбыс, ал әріптер болса 26 ғана. Дыбыстардың жартысынан көбі дауыстылар. Олардың саны 20. Ал дауысты әріптер тек 6 ғана. Бұл 6 әріптің 20 дыбыс шығару сөздегі орналасу орнына байланысты. Мысалы, A әрпі. A әрпі A болып оқылуы мүмкін. Мысалы, name, есім. Ә болып оқылуы мүмкін. Man, ер кісі, ер адам. О болып оқылуы мүмкін. Small, кішкентай. Болып оқылуы мүмкін. America, Америка. И әріпі И болып дыбысталуы мүмкін. Мысалы, me, маған. Болып оқылуы мүмкін. End, соңы. Сөздің соңында мүлдем дыбысталмауы да мүмкін. Мысалы, name, есім, адамның аты. I әрпі. I болып оқылуы мүмкін. Мысалы, time, уақыт. Және I болып дыбысталуы мүмкін. Мысалы, list. O әрпі. O болып оқылуы мүмкін. Мысалы, no, жоқ. Болып оқылуы мүмкін. Shop, дүкен. U әрпі. U болып оқылуы мүмкін. Student, студент. Болып оқылуы мүмкін. Bus, автобус. Кейбір сөздерде U болып оқылуы мүмкін. Blue, көгілдір. Y әрпі I болып оқылуы мүмкін. Fly, ұшу. E болып оқылуы мүмкін. City, қала. E болып та оқылуы мүмкін. Yes, иә. Одан бөлек екі әріп бірігіп басқа дыбысты беруі мүмкін. Әріптер тіркесін беруі мүмкін. Бірақ дегенмен ең алдымен ағылшын әліпбиін жаттап алуымыз керек. Квадрат жақшада әріптердің атаулары жазылған транскрипция деп аталады.
менің артымнан бір әріптен қайталап отырыңыз. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Осы соңғы әріп, американдықтар осы соңғы әріпті Z деп атайды. Z. Енді сіз оқыңыз, мен сіздің артыңыздан қайталаймын. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Енді тағы да ағылшын тілінің алфавитін жаттаудың тағы бір әдісі ол өлең арқылы, ән арқылы. Осындай. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. W, X, Y, and Z. Осы ағылшын тілінің әліпбиіне байланысты YouTube'да өте көп әндер бар, өлеңдер. Соларды тыңдап, солардың көмегі арқылы қайталап ағылшын тілінің алфавитін жаттап алыңыз. Келесі сабақта біз әріптердің оқылуын өтетін боламыз.